Сәлем достар, бүгін мен сіздерге туфу, яғни бұршақ ірімшігінен жасалатын мапо туфу тағамның жасалу жолымен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті болған 400 грамм бұршақ ірімшігін кубиктеп турап аламыз. Жалпы бұршақ ірімшігі соядан жасалынады, оның құрамы көмірсулар мен ақуыздарға бай. Аптасына бір рет тамақ рационында 150 граммнан жоғары тұратын бұршақ ірімшігін қолданған адамдардың арасындағы жүрек қан тамыр ауруларына шалдығу көрсеткіші 18%-ға төмендеген. Осындай пайдалы тағамды менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Бұршақ ірімшігін Қытай өнімдерін сататын дүкендерден табуға болады. Бағасы қымбат емес, қолжетімді. Туралып дайын болған бұршақ ірімшігін қазір суда қайнатып пісіретін боламыз. Менде көріп отырғандарыңыздай пештің жылуы төмен, бірден қайнай қоймайды. Сол себепті езіліп кетпес үшін ірі кубиктарға турадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша 1 см көлеміндегі кішкентай кубиктарға бөліп турасаңыздар болады. Мінекей бұршақ ірімшігін турап дайындап алдық. Енді қалған заттарды турауға көшеміз. Чеснокты майдалап турап аламыз. Көкпиязды да майдалап турап аламыз. Мінекей қажет заттардың бәрін турап болдық. 100 грамм сиыр еті ұсақталып майдалап туралған, фарш емес. Ең соңында тамақтың бетін әрлеуге істетеміз. Ыдысымызға бұршақ ірімшігі толық бататындай су құямыз. Татымына қарай тұз және 1 чай қасық көлеміндегі соя тұздығын құямыз. Араластырамыз жақсылап және де бұршақ ірімшігін саламыз. Түбіне жабысып қалмау үшін араластырып, бәрін толығымен батыруымыз қажет. Қайнағанша ақырында осылай әлсін-әлсін араластырып тұрамыз, түбіне жабысып қалмас үшін. Мінекей қайнап бастады. Мөлшермен 1 минут, 2 минут шамасында қайнатып алсаңыздар болады. Қайнап дайын болған бұршақ ірімшігін сүзіп, суынан сорғытамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымда жаңадан жүктелген пайдалы рецептіні ең бірінші болып сіз көретін боласыз. Енді керекті дәмдеуштерді дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі кептірілген қызылбұрыш. Біз оны суда бұқтырып, майдалап турап аламыз. Қанттан 1 чай қасық, тұздан өз татымдарыңызға қарай. Және де бізге соя тұздығы керек болады. Ең басты дәмдеуіш ол бізде мапо туфу тағамын дайындауда істетілетін арнайы соус. Екінші бетінде құрамы және істету тәсілі туралы ақпарат берілген. Сақтау мерзімі 2 жыл. Бұны да Қытайдың азық-түлігін сататын дүкендерден таба аласыздар. Бағасы қолжетімді. Бізде бәрі дайын. Енді қуыруды бастаймыз. Ол үшін қызып тұрған сковородкаға 2 ас қасық көлеміндегі сұйық майды құйып қыздырамыз. Гахи майын қолдансаңыздар да болады. Туралған етімізді жақсылап қуырып аламыз. Отын бәсеңдетіп, суы тартылғанша қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып дайын болды. Оның үстіне чеснокты және де қызылбұрышымызды салып, жақсылап қуырамыз. Төрттен 1 чай қасық соя тұздығын құямыз. Қатты көп құйсаңыздар қап-қара болып жаман болып кетеді түрі. Азырақ қолданыңыздар. Жақсылап араластырып қуырамыз. Ендігі кезекте мапо туфуға арналған тұздықтан 2 чай қасығын алып саламыз. Өте ашық болғандықтан 2 чай қасығы маған жеткілікті болды. Араластырып қуырамыз және де 1 стакан көлеміндегі суды құямыз. Татымына қарай тұз саламыз.
Қайнауын күтеміз. Мінекей қайнады. Енді қайнатып дайындап қойған бұршақ ірімшігін салып, тағы да 2-3 минут көлемінде қайнатып аламыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, мұндағы құйылған судың мөлшері тофу толық бататындай болуы керек. Соңынан жарты шай қасық мөлшеріндегі қант салып жақсылап араластырамыз. Мінекей қайнап жатыр. 2 минуттай уақыт болды. Суы тартылған жоқ. Суын тарту үшін, қоюландыру үшін біз крахмалды қолданамыз. 3 шай қасық крахмалды жарты стакан суда езіп аламыз да, бөліп сол суды қайнап жатқан сорпаның үстіне құямыз. Міндетті түрде бөліп құйыңыздар, себебі қатты қою болып кетуі мүмкін. Мінекей сорпасы қоюланды. Мапу туфу тағамын толықтай дайындап болдық. Ең соңында әсемдік үшін көк пиязды салып араластырамыз. Өз қалауыңыздағы гарнирмен ұсынуыңызға болады. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Бұдан да басқа рецептілермен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пайдалы кеңес, пікірлерді комментарийға қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.